Бұл глюкофон аспабы. Оны йогада қолданады. Қайырлы таң көрермен, бүгін халықаралық йога күні. Осыған орай хатха йога туралы айтамыз. Йогаға адамдар түрлі мақсатта қатысады. Бірі денесін икемді еткісі келсе, екіншілері рухани дамуды қалайды. Омыртқаның қисаюы сынды ауруларды да йога жаттығулары арқылы емдейтіндер бар. Пайдасы мұнымен шектелмейді. Бастысы мәселеңізге қарай қажетті түрін таңдай білу керек. Мысалы, хатха йога дұрыс тыныс алуға негізделген. Жаттығу кезінде дұрыс тыныс ала отырып, денені төзімділікке және икемділікке бейімдеуге болады. Әрі интеллектуалды қабілетті арттырады. В йоге мы используем такие пропсы. Хатха йогада біз мына құралдарды қолданамыз. Арнайы белбеу, кірпіш. Мысалы, қарт адам йогамен айналысқысы келді делік. Жастардыкімен салыстырғанда буындары қозғалмайды, әрі бұлшық еттері икемге келмейді. Сондай кезде мына белбеу арқылы, кірпіш арқылы бұлшық еттерін шынықтырамыз. Жаттығу арқылы бұлшық еттендер жұмсарып, икемге келеді. Йога 5000 жыл бұрын пайда болған екен. Алғашында бұл спорт түрімен тек ерлер айналысқан, ал әйелдер қауымына йогамен шұғылдануға 200 жыл бұрын ғана рұқсат берілген. Кейінгі жылдары әйелдер жүктілік кезінде йога жаттығуларының көмегімен иммунитетті қалпына келтіріп жүр. Также йога очень полезна для беременных женщин. Бала күтіп жүрген аналарға хатха йоганың пайдасы мол. Мысалы, келушілердің арасында түсік тастау қаупі бар келіншектер де болады. Бірақ йога жаттығуларының арқасында бұл қиындықты еңсерді. Дұрыс тыныс алуды үйренеді, ал жүкті келіншекке мұның пайдасы мол. Жүктілік кезінде йогамен шұғылдану эндокринді жүйенің жұмысын жақсартып, иммунитетті күшейтеді, денеге артық май жиналуының алдын алады. Яғни жеңіл босануға септігін тигізумен қатар гормондар сәт сайын ойнап тұратын жүкті келіншектерге жақсы көңіл күй сыйлап босануға дайындаймыз. Для людей, которые не находят... Егер әйел жүкті болмаса, бұлай жасауға болады. Қыпша белге қол жеткізгісі келетін қыздарға осы жаттығуды жасауға кеңес беремін. Ал бала күтіп жүрген аналар міндетті түрде осылай ашық бұрылыс жасау керек. Сондай-ақ жүктілік кезінде аяқты созып, мына белдік арқылы еңкейіп созыласыз. Көріп тұрғандарыңыздай ішіңізге еш кедергісі жоқ. Әрі бұл тәсіл беліңіздің бұлшық еттерін ұзартады. Йогамен айналысқан адам денсаулығымен қатар жан дүниесін демдейді. Себебі йога жаттығуларының көмегімен адам сабырлы болады, әрі өмірге көзқарасы өзгереді. Хатха йоганың артықшылығы да осында. Себебі жаттығудан соң міндетті түрде рухани демалуымыз үшін медитация жасаймыз. Вы можете практиковать медитацию. Медитацияны кез келген жерде, кеңседе, диванның үстінде жасай аласыз. Бастысы арқаңызды тік ұстаңыз. Енді көзді жұмып, тынысыңызға зейін қойыңыз. Тыныс алу процесін ауаны қалай жұтып шығаратыныңызды бақылаңыз. Визуализируй, проецируй свои желания. Енді арман қалауларыңызды елестетіңіз. А если вам надо просто... Егер жай ғана тыныққыңыз келсе, 10 минут осы жаттығуды қайталап, қайта жұмысқа кірісе аласыз. Вас бодрят, и вы продолжите дальше работать. Жансұлу Әлімбекова 2008 жылдан бері йоганы жанына серік еткен. Бастапқыда кеуде қуысы протрузиясынан айығу мақсатында қатысқан екен. Уақыт өте келе йоганың пайдасын түсініп, Қазақстандағы алғашқы йога орталығының негізін қалаған Дәулет Назаровтан білім алды. Осылайша 14 жылдан бері адамдарды жаттықтырып келеді. Жансұлу ханым таңғы студия көрермендері үшін жұмыста отырып жасауға арналған жаттығу түрлерін ұсынды. Жұмыста бос отырғанда осы жаттығуларды жасаңыздар. Халықаралық йога күні құтты болсын.